Сәлем достар! Әлі де дұрыс мақсат қоя алмай жүрсің бе? Сіздің басыңыздағы ойларды немесе мақсаттың картинасын шындыққа айналдыру үшін сізге әрекет жасау керек. Әрекет. Ал ол үшін ойыңызды жинақтап, цель қою керек. Мақсатпен жұмыс істеуге арналған жаттығулардың бірі ол SMART. Бұны көбісі біледі, бірақ дұрыс қолданып жүрме. Мүмкін басқаша қолданып жүрген болар. Окей, енді қазір көрейік. Ең алдымен SMART сөзінің мағынасына қайдан шыққанына үңіліп өтсек. Негізі мына SMART сөзінің шығуы ол мына сөздегі сегіз және де ым сөзінің алып тастағаннан осы сөз дүниеге келген. Осындай приколларын қашан қоясың? Енді бұл жердегі SMART сөзіндегі әрбір әріпке мағына беріп қойған. Ең бірінші S specific, яғни мақсатыңыз анық, конкретный цель болуы тиіс. Допустим, ал. Екінші M measurable, өлшенетін, біраз уақыт өткеннен кейін алдыңғы нәтижемен салыстыра алатындай болуы. Одан кейінгі achievable, қолжетімді. Сіздің мақсатыңыз оңай, өз потенциалыңызға сай болуы тиіс. Потенциалында шаруаң болмасын. Relevant, сіздің мақсатыңыз өзіңізге маңызды болуы. Яғни дәл қазіргі сәтте бұл сізге керек пе? Соңғысы time bound, сіздің мақсатыңыз бір уақытпен шектелуі тиіс. Ал ең қызығы әр қадамды ойластырғанда болашақ туралы ойламай, артқа қарай қозғалу керек. Артқа. Рахмет. Мен тек алдыға жүремін. Сіз қате естіген жоқсыз. Артқа қозғалу керек. Ладно, сосын. Бұл дегеніміз мақсатты анықтағаннан кейін оған жету жолдарын ойластыру. Мысалы, сіз 3 ай ішінде 10 килограммға арықтаймын деген мақсатты қойдыңыз. Ендігі кезекте 1 ай сайын артқа қарай шегініп отырасыз. Яғни, 2-ші айдың соңында сіз уже 7 килограмм тастаған болу керексіз. Ал 1-ші айдың соңына қарай 3-4 килограмм. Сонда сіздің бұл мақсатқа жетуіңіз оп-оңай сияқты болып көрінеді. Және де бұл дәл қазіргі уақытта сіздің қай жерде, қай деңгейде келе жатқаныңызды көрсетеді. Ендігі мақсатпен жұмыс істеу оңай болмақ. По идее, болады жасауға. Әрине, жасауға болады. Егерде дәл қазір уақытың болса, мақсаттарыңды жазып таста. Әйтпесе ол жай ой күйінде қала береді. Қолданып жүргендер болса, немесе басқа тәсілмен мақсаттарын орындағандар болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер астына. Егерде қызық болса, маған қызық деп астына жазып кетіңіз. Ал егер қызық болмаса, маған қызық болмаса да, бұл неткен сұмдық влог, келесі видеоңыз қашан шығады, мен енді келесі видео шыққанға дейін күтіп отыратын боламын деп астына комментке жазып, сызып, сурет салып кетіңіздер.